Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен 20 ғасырдың хит тағамына айналған өте нәзік әрі тез жасалатын лакомканы дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Ол шамамен 40 градуста болуы тиіс. Оған ашытқымызды салып, осылай араластырамыз және үстіне ұнды қосып, біркелкі масса болғанға дейін араластырып, бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Бөлек ыдысқа бөлме температурасындағы сары майымызды алып, отқа қойып оны ертіп аламыз. Бетіне тұзымызды, қант және жұмыртқаны салып араластырамыз. Оған дейін біздің ашытқымыз көтерілді. Енді осы екі ыдыстағы массаны алып, бір-біріне қосып, жақсылап біріктіреміз. Алдын ала електен ұнымызды өткізіп дайындап аламыз және ұнның жартысын салып ең алдымен, одан соң қалған бөлігін салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне менде осындай жұмсақ, қолға кішкене жабысып тұратын қамыр дайын болды. Енді осыны қайтадан ыдысымызға салып, бетін жауып, жылы жерге кем дегенде 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді біз кремін дайындайтын боламыз. Оған ең алдымен сүтімізді қатты қыздырып қайнатып аламыз. Және бөлек ыдысқа жұмыртқа, қант, кукуруздық крахмал және ванилинді қосып, араластырып, ыстықтай сүтімізді бір-біртіндеп шетінен осы массаға құямыз. Сүтті бірден құймаңыздар, себебі ішінде жұмыртқамыз тез пісіп кетеді. Енді осы кремімізді баяу отқа қойып, масса қоюланғанша дейін миксердің көмегімен араластыра отырып, осындай біркелкі формаға келтіреміз. Және бетін пленкамен жауып, бөлме температурасында толықтай суытып аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны қолдың көмегімен жақсылап илеп, шамамен 14-15 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті домалақ формаға келтіріп, бетін 15 минутқа жауып қалдырып қоямыз. Қамырымыз көтерілуі тиіс. Енді тура видеодағыдай етіп, әрқайсысын жеке-жеке домалақ формаға келтіре отырып, жайып шығамыз. Және де ішіне жабыспас үшін сұйық майымызды жұқалап етіп жағып, осылай қамырды екі бүктейміз. Осылайша бәрін жасап шығасыздар. Креміміз толықтай суыды. Енді осыны басқа ыдысқа құйып, оның бетіне қант ұнтағын себеміз. Және де бөлме температурасында сары майды салып, жақсылап миксердің көмегімен біркелкі формаға келтіресіз. Мен бұл жерде бір жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүтті қосып, осылай қамырдың бетіне жағып шықтым. Лакомканы сәндеу үшін бетіне печенье немесе жаңғақ, немесе үкіштен өткізілген шоколад қоссаңыздар болады. Міне біздің қамырымыз пісті. Енді осының ішіне шамамен 1-1,5 ас қасық кремді жаға отырып, сыртын осылай видеодағыдай сәндеп шығасыздар. Сіздерге тура осы рецептпен жасап беруге кеңес беремін. Және де комментарийға өздеріңіздің шынайы пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Арай, келесі кездескенше.